Ассалаумағалейкум, бро. Бұл видеоның философиясын бір сөйлеммен ғана айтсақ, ол қыздардың артынан жүгірмеу керек. Қыздарды өзіне қарай тарта білу керек. Егер де мен саған қазір айтсам, адамдардың барлығы энергиядан тұрады десем, қалай қарайсың? Бергеш, брат. Бергеш. Негіз бар ғой, бұрын мен вообще мына энергия деген терминді жақтыртпайтын. Потому что мен ойлайтын бұның барлығы былжырақ деп. Ну вот именно қазір, мен түсіндім, что мына екі адам бір-бірімен бүйтіп қосылу үшін, небәрі олардың энергияларының волналары бірдей болса болды. Адам энергияның екі түрін шашады. Біріншісі ол позитивный, екіншісі ол негативный. Сен өзіңді позитивныймын деп ойлауың мүмкін. Бірақ вот сенің істейтін әрекеттерін, жүріс-тұрысын, тіпті мына айтатын сөзін позитивный болмауы мүмкін. Егер де сен негативный нәрсе ойлап тұрсан, ол сенің мына бетінде көрініп тұрады. Себебі сенің вообще мына сыртқы бейнең, ол ішкі дүниенің көрінісі. Негативті ой болмас үшін сен өзіне 100% сенімді болу керексің. Сенімділікті ақшамен, немесе социальный статуспен шатастырма. Бұл мүлде бөлек дүниелер. Сенімділік деген ол сенің дәп осы қазіргі сәттегі психологиялық состояниен. Яғни қазіргі осы сәтте сен қалайша өзіңді сезініп тұрсың. Егер де сен өтірік сенімділік көрсететін болсан, қыздар оны оқып қояды. Адамдар негізі сенімділікке қол жеткізу үшін жылдар бойы жұмыс істейді. Жылдар бойы өздерін дамытады. Өздерінің денелерін әдемі қылады. Өздерінің түрлерін әдемі қылады. Сөйтіп барлық бала кездегі комплекстарынан айырылады. Мен кереметпін. Мен барлығына лайықпын деген тұжырымға келеді. Өздерін толықтай жақсы көре бастайды. Өздерін толықтай уважать ете бастайды. Енді бауырым саған сұрақ. Сен қалайша басқа біреулерді жақсы көрмекшісің, егер де сен ең алдымен өзіңді жақсы көрмесен? Егер де сен өзіңді сыйламасаң, қалайша басқалар сені сыйлайды деген үмітте отырсың? Потому что жаңағы айтқандай бұның барлығы энергия. Адамдарға сенің энергияны беріліп тұрады. Адамдар оны алып сенің энергияны сезіп тұрады. Адамдар сенің мықтылығыңды, сенімділігіңді көріп тұрып, өздері саған тартылады. Ключевое слово здесь тартылады. Яғни сен қыздардың артынан бүйтіп жүгірмейсің, олар өздері саған тартылады. Қыздардың артынан жүгіру ол қажетсінудің энергиясы. Ал саған оларды тарту үшін, саған молшылықтың энергиясын көрсету керек. Молшылық. Ал ол үшін сен беру керексің. Беретін адамдардың қатарынан болу керексің. Яғни махаббат, мейірімділік пен бауырмалдылықты қоршаған адамдарға шашып тұру керексің. При этом олардан еш нәрсе күтпеу керексің. Бұл абсолютно безвозмездно болу керек. Как садақа сияқты беру керексің ғой. Бір нәрсені түсініп ал. Сен қандай энергиядағы адамды тартқың келеді, тура сондай энергияда өзің жүру қажетсің. Егер де мына барлық видеоны қорытатын болсам, мен Сократтың цитатасымен айтар едім. Ол былай деген: әйел адамдар ол көбелек сияқты деген. Көбелек. Сен көбелектердің артынан жүгіріп, орды қуалап уақытында кетіргенше, одан да өзінің бау-бақшаңды әдемі қылып құр деген. Өзінің бау-бақшаңды әдемі қылып жасап ал деген. Сонда саған түрлі түсті көбелектер келетін болады. Көк түсті, қоңыр түсті, қызыл түсті, пурпурный түсті. Бұл жақтағы әңгіме көбелектер туралы болып жатқан жоқ. Яғни сен өзіңді керемет, жақсы, таза жүректі адам қылсаң,
барлық қыздардың өздері ақ саған тартылатын болады. Айтқаным айтқан, брат.